Бұл затты үйіңіздегі отоплениеге қоймасаңыз, котеліңіз тез бұзылуы анық. Берекет строй дүкаларымызға отопление, яғни котелға арналған әр түрлі фильтрлер жетіп келді. Яғни біз тіл айтқанда тазадан шыққан дишламатор фильтрлері. Бұлар не зат екенін бір қатар сізге көрсетіп шығамын. Бірінші фильтріміз осы грязевиктің рауажланған кейінгі әулет түрі. Көріп тұрғаныңыздай үстінде екі кіретін шығатын жері бар. Астында осында шишалы колбас бар. Үстінде ашылады. Мынандай жерінде өзінде сетіште майда фильтрлері бар. Осы затымыз біздің майда қоқымларын бәрін ұстап қалады. Осыны әр айда 2 айдан тазалап тұрсаңыз болады. Қапталына 2 коньякты қойып жібересіз. Екеуін ілтістап, астындағы бірінші суын төгіп жібересіз. Кейін осыны ашып тазаласаңыз болады. Бұл фильтріміз котелдің обраткасына, яғни қайтатын тарапіне қойылады. Екінші фильтріміз бұл магнитный дишламатор, яғни магнит дегенімізде осындай өзінің поясында кольцообразный магнит болады. Қараң, мынау қолында темір міне, металл. Осындай жабысады. Бұның пайдалы тарапы, бұл фильтріміз котелдің обраткаға қойылған кезде, котелымыздағы системаны мусор чугунның үстіндегі темірдің бәрін алып кеткен кезде жолда магнит ұсталып қалады. Сонда әр 2 айда осыны ашып, астында ашылатын жері бар, мусорын төгіп қайтадан қатырып тұруыңыз керек, яғни ішін тазалап тұруыңыз керек болады. Үшінші фильтріміз бұл да магнитный дишламаторымыз, бірақ ең рауажланған, ең зор түрі, мен жеке өзіме қатты ұнады. Қараң, үст бетінде осындай ашылатын жері бар. Мынау міне көріп тұрғаныңыздай магнит, яман күшті магнит. Қараң міне. Ане, жібермейтін қараң міне, қандай күшке ие. Осындай несі бар. Үст бетінде плюс қайта үсті ашылады. Қараң. Мынандай сеткісі бар міне, іші осындай көріністе болады, цилиндріне. Ішін жуып тазалап, мына сеткісін алып, суға батырып, жуып қайттан орнына тығып, тазалап қойыңыз керек болады. Бұл да сол котеліміздің обраткасына қойылады. Обраткадан кеткен мусордың бәрін осы зат тазалап береді. Яғни осындай магниті, шлаклар, темір тесектің бәрін ұстап қалады. Котеліңізге кетіп қалуын алдын алып береді. Бұл магнитіміздің қазір істеуін бір қатар сізге көрсетемін. Қараң, бұл міне чугуннан шыққан шлак мусорларымыз. Міне. Көрдіңіз ба? Міне. Қандай тәрізді істеп жатыр міне. 7 метрларға міне, 7 метрларға. Магнитіміз. Міне. Осындай қылып, системадағы әмен шлак өзін жинап қалады. Әр 2 айдан ашып, тазалап тұруыңыз керек болады. Сонда осындай Ariston котелларың сіздерге көп жылдар қызмет етіп береді. Бұл фильтрлеріміздің бағалары 450 мыңнан 600 сом атырапта болады. Егер бұл сізге қымбатлық қылатын болса, бізде бюджетный варианттары келді. Көріп тұрғаныңыздай бұл грязевик, бірақ мына жердің ашылатын жері бар, міне, қараң. Өзінде магнит бар, көріп тұрғаныңыздай дишламатор ішіне салынып қойған екен, міне. Бұл осындай күшті магниттер ішіне орнатылған. Кімге осындай фильтрлер керек болса, беймеле біздердің төменде номерге хабарлассаңыз, біз сізге толық мағлұмат беріп өтеміз. Ал онда баршаңызды берекет строй дүкаларымызда күтіп қаламыз.